Енді мемлекеттік қызметке қабылданғысы келетін үміткерлер сынақты Түркістан қаласында тапсырады. Сонымен қатар алдағы уақытта біліктілігін арттырғысы келетін мамандар да рухани шаһарда тәжірибеден өтетін болады. Облыс орталығының ауысуына байланысты Шымкенттен Түркістан қаласына алғашқылардың бірі болып қоныс аударған мемлекеттік қызмет істері агенттігінің өңірдегі өкілдігі қазір осы бағытта қарқынды жұмыс атқаруда. Тілші әңгімесінде толығырақ. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өңірдегі өкілдігінің Түркістанға көшіп келгеніне аз уақыт болса да жұмыс қалыпқа түскен. Келушілерге қызметтің барлық түрі көрсетіліп жатыр. Маман саны да жеткілікті. Жақында тестілеу орталығын іске қоспақшы. Егер сол іс межесіне жетсе, өңірдегі мемлекеттік қызметке үміткерлер осында келіп сынақ тапсырады. Сонымен бірге президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалы осы жақын арада Түркістан қаласында өзінің филиалын ашылайын деп жатыр. Яғни мемлекеттік қызметшілер, осы Түркістан облысының мемлекеттік қызметшілері Түркістан қаласында өзінің біліктілігін арттырып, қайта даярлаудан өтетін болады. Департамент берген ақпаратқа сүйенсек, Түркістанға Шымкенттен штаттағы 39 қызметкердің 28-і көшіп келген. Солардың бірі жетекші маман қызметіндегі Арайлым. Жас маман Түркістанға келгеніне өкінбейді. Қайта тарихи сәтте елбасының саяси салмағы басым тапсырмасын орындап жүргеніне қуанады. Мен Түркістан облысына алғашқы көш бастаған мемлекеттік қызметшілердің қатарында бірінші келгенім үшін өте қуанамын. Елбасының саясатын қолдау барлығымыздың бірдей міндетіміз, және оған үлес қосу үшін және оның саясатын қолдау мен үшін үлкен бақыт. Еске салып өтейік, бүгінде облыс орталығы Түркістанға елдегі 27 атқарушы органның өңірдегі өкілдігінің біразы қоныс аударып үлгерді. Қазір олардағы жұмыс сырғағы қалыпта. Түркістаннан Мақсұт Жарылғасын, Нұридин Ысқақов, Талғат Елеубеков, оңтүстік ақпарат.